Алланың алғаны бергені. Айырылысуды оңай деп ойлама. Егер ол оңай болғанда, Хадиша анамыз дүние салған жыл қайғы жылы деп аталмас еді. Пайғамбарымыз оны өмірінің соңына дейін есіне алып жүрді. Уа Алла, иелігімде жоқ нәрсемен мені сынама. Пайғамбарымыз жүрегіне ишарат етіп осылай дұға ететін. Жақыным, жолаушысы жоқ ескі аялдамадай, бүгін сен жалғызсың. Тұр да дәрет алып, 2 рәкат намаз оқы. Қолыңды кеудеңе қойып, жүрегім, я Алла деп айт. Ойыңа Алланың, оған қорықпа деп айттық деген сөзі ғана оралсын. Барлық істі Аллаға тапсыр. Ол сенен нені алса хикметі бар. Ол саған өзіңнен гөрі жанашыр. Сені сергелденге салса да, Алланың тағдыры қайырлы. Өз-өзіңді ұстап бекем бол. Өзіңді арқа сүйер деп білетіндер жайлы ойландың ба? Көбісі сынаққа шыдамай, бүгіле салуды ойлап жүруі мүмкін. Бірақ сенің бекемдігіңді көрген сәтте, оларда да бекемдік пайда болады. Олар саған сенім көзімен қарайды. Жан дүниесі мен рухтарын аманат қып тапсырғандар саған жеңіл соқпаса да, сен үшін бәрі оңай деп ойлайды. Жарқыным, сабырлықта көркем үлгі көрсет. Кейде Алладан шынайы сұрасаң да, оны бермеуі сені уайымға батыруы мүмкін. Сол сәтте тура бір тәтті кәмпитті көргенде алғысы кеп жылаған кішкентай балаға ұқсайсың. Ал анасы оның құрамында бала ағзасына зиянды заттар болғандықтан алып бергісі келмейді. Алланың бермеуі де осы сияқты болуы мүмкін ғой. Оның бермеуінің өзі де біз үшін сыйлық. Өзің үшін қымбат заттан айырылып, қайғыға батуың да мүмкін. Білмейсің ғой, мүмкін Алла саған беру үшін сендегіні алған шығар. Кәһф сүресіндегі оқиға есіңде ме? Хызыр пайғамбар алдынан кезіккен баланы өлтіреді. Қасындағы Мұса пайғамбар мұның мәнісіне жете алмай қалады. Оның хикметі сосын белгілі болады. Алла біздің сенімімізді сақтау үшін дүниедегіні, қолымыздағыны алады. Қадірлім, Алла әрбір істі біздің ойымызға келмейтін хикметпен әрі рахыммен орындайды. Ал біз ойымыз шектеулі болғандықтан сол істердің бір шетін ғана көріп, байқай аламыз. Алла бәрін біледі. Бізге құпия барлық тарапты бақылай алады. Егер сен Кәһф сүресіндегі қайғы тесіліп қалған міскіндермен болғанда, бұлардың не жазығы бар, кедей екендігі жетпей ме, деп айтар едің. Олармен тағы біраз болғаныңда, залым патшаның флоты басқалардың қайғын тартып алып жатқанына куә боларсың. Міне, сонда ғана сен Алланың рахымын сезінер едің. Үлкен нәрселерден құтылу үшін кішкентай заттармен сынайтын Алла неткен ұлық. Жақыным, өзіңе үңіліп іс-әрекетіңді түсе. Анаңның жатырында жатқанда ризығыңды саған жеткізген кім? Ұмыттың ба? Емізулі болғанда анаңның мейірімін саған үйіп төккен кім? Тура бір құл мен күң сияқты күн-түн демей, еш кіжінбестен мәпелеген кім? Сүйгенін жесін, қарны тоқ болсын деп алдына қойылған ыстық нанды өзіңе үзіп берген кім? Сені өз жүректерінің бір бөлшегіне айналдырып, керек болса өз еттерін кесіп беруге даяр болған кім? Ал осы аталмыш мейірімдердің баршасын үстіңе үйіп қойған кім? Ол әрине Алла емес пе? Алла саған мұқтаж емес, бірақ мейірімділік көрсетуін тоқтатпайды. Алла саған мұқтаж емес, бірақ сені өзіне шақырады. Осының бәрін ұмытып, тағдырыңда өзің қаламаған нәрсе болса күңкілдеп, әхлеп-үхлеп шыға келетініңе таңым бар. Тым болмаса, уақыт өтуін күтсеңші. Алла шыңдау үшін сынайды. Бір нәрсені бізден басқа нәрсе қайырлы болғаны үшін алып қояды. Бақытқа алғашқы қадам. Жақыным, бақыт жайлы сұрап, оған қашан жетемін дейсің? Саған айтайын, бақыт деген жететін не тоқтайтын аялдама емес. Ол жүретін даңғыл жол. Егер әлемге көз қарасыңды өзгертсең, әлемді басқа қырынан көресің. Бақытты өзіңнен тысқары әлемнен іздесең, оны өмір бойы таба алмай өтесің. Бақытты жүрегіңнен, өзіңнен іздегенде, жоғалтқанын тапқан адамдай оңай қол жеткізесің. Бақыт біреуде емес, өзіңде. Дұрыс, бұл әлемде жалғыз өмір сүре алмайсың. Адамның күні адаммен. Өмірде болатын әр түрлі дауылдарда шығылып қала берме. Жарқыным, өзіңе сенімді болсаң, адамдардың еңкеуі саған зиян бермейді. Сен еңкейсең,
олардың мықтылығы саған пайда бермейді. Өз-өзіңді құрметтеу адамдық іс, оның басқаларға қатысы жоқ. Осыларды білсең, бақытқа қарай алғашқы қадамды тастағаның. Досым, көре алмаушы болма. Көремаушылық басқалардың басына емес, бірінші өзіңнің басыңа бәле әкеледі. Әрқашан өзіңнің қолыңдағы барыңа қара. Назар сал. Қараған сайын арта бергенін байқайсың. Басқалардың қолыңдағыға қарама. Оларға қараған сайын өзіңнің қолыңдағы бардың қадірі қашып азая береді. Бақыт қанағатшылдықта. Қанағатшыл бол, бақытқа кенелесің. Қымбаттым, өткенге өкінбе. Одан тек сабақ ал. Өткен нәрсеге сені өзімен бірге алып кетуіне мұрша берме. Сені тастап кеткенге, сені қайта тастап кетуге мүмкіндік берме. Өмірдің әрбір соққысына сені шыңдағаны үшін қарыздарсың. Әрбір алданғаныңа сені артық сенімге берілмеуге үйреткені үшін қарыздарсың. Бірақ мұңайма. Осының бәрі саған қайта жаңадан аяққа тұрып, әрі қарай жылжуды үйретті. Өмірдің өткен парақтарын жауып қою, оны ұмыту дегенді білдірмейді. Өмірдің өткен парақтарын жауып қою, оның бізге әсер ете алмауы үшін ғана. Міне, осы нағыз бақыт. Өткен парақтарды жауып таста. Ардақтым, әрбір нәрсеге сынып қала берме. Әрбір сүрінгеніңе жылап, кішкентай бала сияқты шағымдана берме. Бекем бол. Әрбір сүрінгеннен кейін қайта көтерілуді үйрен. Өмірдегі қиындықтарды сені сындыруға шамасы келмеген қиын күндерден қалған естелік деп қабылда. Бақыт ұстамдылықта. Ұстамды бол, жарқыным. Бақыт деген адам жасай алмайтын нәрселерді жасау емес. Кішкентай нәрселерді жасап-ақ бақытты болуға болады. Дәмін сезсең, ата-анаңды разы ету де бақыт. Егер үңілсең, күнәға истиғфар айту да бақыт. Ғибадатпен өмір сүруді үйренсең, ол да бақыт. Біреудің көз жасын сүрту де, біреудің өмірге деген ойын өзгерту де, біреуге көмектесіп қол созу да бақыт. Ол әдеттен тыс керемет құбылыс емес. Бақыт деген кішкентай нәрсенің өзін сүйіспеншілікпен, махаббатпен атқару. Досым, кейде өмірді бір нәрсені ұстап қалудан гөрі, сол нәрсені қолдан шығарып алу үлкен күшті қажет етеді. Біз нәрселерді жоғалтып алудан қорқамыз. Себебі онсыз қалай өмір сүретініміз бізге беймәлім. Бірақ маған сенсең, қашан қолыңды бір сілтеуге шешім қабылдап солай жасасаң, алдын сезбеген күштілікті сезесің. Сен нағыз бақытты таппаймын деп ойлаған едің. Қазір оны тауып отырсың. Себебі сен өзіңді таптың. Менің адамым, өміріңде өз жүрегіңе жақын адамның алдыңнан шығуынан артық керемет нәрсе жоқ. Білемін. Сен дос іздегенде, ол саған дос бола алады. Сен сүйеніш іздегенде, ол саған сүйеніш бола алады. Сен сая іздегенде, ол саған сая бола алады. Сен онымен бірге болғанда, алдын сезбеген тыныштықтың дәмін сезесің. Жақыным, біз өзіміз іздейтін адамдардың қадірін, олардың көңілін қалдырғанда ғана сезінеміз. Ондай адам еш күмәнсіз өмірдің сыйы, тағдырдың саған жазғаны. Ондай адам тура бір өмірдің саған жасағандары үшін кешірім хаттай алдыңнан шығып қалады. Бірақ мен де білемін, қанша ол адам менікі деп бар күшіңмен ұмтылғаныңмен, оған сенен бұрын басқа біреу жетіп қойған болады. Біреудің жүрегінде болып, бірақ оның өмірінде саған орын табылмауы ең аянышты жағдай. Жақыным, одан да аяныштысы біреудің сенің жүрегіңде өмір сүруі. Тура бір сен ортада ілініп қалғандайсың. Не ұша алмайсың, не артқа бұрыла алмайсың. Кейде суға кеткен адамдай бар күшіңмен одан ұстап қалғың келеді. Кейде басқа біреудің оған арқа сүйегенін байқайсың да, оны жібере салғың келеді. Сен оны ұстаған да жоқсың, жіберген де емессің. Бар болғаны екі ортада тұрған біреусің. Онымен бірге болудан да, одан ажырап қалудан да қорқасың. Кейде өзіңді оған жақын сезінесің. Кейде өзіңді одан ұзақ сезінгенің соншалықты, сен басқа планетада, ол басқа ғаламшарда сияқты боласың. Сонда ол сияқты сені ешкім қуанта алмайтынына да, ол сияқты ешкім ренжіте алмайтынына да куә боласың. Жақын деп білгеніңе жету үшін
бір қабырғаны бұзсаң, алдыңнан мыңы шыға келеді. Мүмкін саған соңғы межеге бірден секіру керек шығар. Кейде сол межеге жақындап қалғаныңда, оның сағым екені белгілі болып, нақты меженің өте алыста екенін байқайсың. Жақыным, тұр да дәрет алып 2 рәкат намаз оқы. Қолыңды кеудеңе қойып тұрып, уалла, мына жүрегім сенің қолыңда. Оны баса ауған жаққа жүретін кезбеге айналдырма. Көкірек көзімді аш, ишараттарыңды маған түсінікті ет. Оны өзің туралыққа баста. Туралық иесі жалғыз өзіңсің, деп айт. Сырласым, сені жақсы көрген кісі сабырыңды сынай бермейді. Сондықтан да сені кетуге итермелеп жүрген адамдар шынымен де сенің кетіп қалғаныңды қалайтын адамдар. Бірақ адамдар өздері бірінші боп кетіп қалғысы келмейді. Әрдайым тек сенің қолыңа қайшы ұстатады. Арадағы болмашы байланысты үзде, азаттыққа қол жеткіз. Абыроймен кетіп қалу сүмелек боп жүруден жақсырақ. Біле білсең, абыройдан айырылсаң, өздігіңнен айырылғаның. Сенімен бірге күресіп жүргендер, мен саған қарсы күресіп жүргендердің арасын ажыратып ал. Жақыным, кейде адам өзінің қаншалықты аңғал екенін сезінеді. Бірақ соңында өзіңнің орныңды біле алсаң, онда тұрған ештеңе жоқ. Кейде адам өзін әрекетсізбін деп ойлап жүргенде, өзінің қаншалықты әрекет жасағанын біледі. Бірақ соңында бұл нәрселерді өзің түсінсең, оқасы жоқ. Соңында ғапыл боп қалып кеткеннен қарағанда, бәрін түсінгенің ең жақсы нәрсе. Соңында адам қанағатқа жеткенде, әрі қарай дүниенің аяусыз майданына сүңгуге болмайды. Өзіңді таңдайтын уақыт әлде қашан болған. Досым, өзіңді таңда. Саған бірдеңе бергендерден үйрен. Біреуге бір нәрсе беру сенің бағаңды арттырады. Сүрінгенге демеу болу саған деген сенімді арттырады. Кішіпейілділікті түсінбейтін адамға кішірейе берме. Қадіріңді білмейтін адамға сүйеніш болма. Ол адам қашан сенсіз жүруге шамасы келсе, сені сындырып тастап кетеді. Өзін әрдайым бірінші қоятын адамға ешқашан сүйеніш болма. Сен оған қарай қадам тастағанда, саған қарай қадам тастайтын, сен қол созғанда, саған қол созатын, ол сенің қадіріңді білетін адамнан айырылма. Ондайлар сирек кездеседі. Олардан қол үзбе. Ал қалғандарға назар да аударма. Олар артық жүктен басқа ештеңе емес.